Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгінде амандықпен жүздесіп отырғаныма қуаныштамын. Былай бір сөз бар екен: егер бір бала бір бақытты балалық дәуірін өткізген болса, ол кейінгі тұрмысында жолыққан әрқандай қиыншылығы, мейлі ауру сырқау болсын, мейлі тұрмысында жолыққан қиыншылықтар болсын, солардың бәрін жеңіп өте алады екен. Өйткені сол бір балалық дәуіріндегі бақытты шағы оның жүрегінің түкпірінде оған бейсаналы түрде бір жігер, қайрат, осындай бір күш бітіріп тұрады екен. Оны алдыға қарай ілгерілетуіне демеп тұрады екен. Ал енді сол адам кішкентай кезінде бір мейірге бөлене алмаса, бақытты балалық дәуірін өткізбеген болса, онда ол кейін мүмкін ол тырысып жүріп мықты жерлерге барады, мықты бір дәрежеге шығады, бай болады, бақытты болады. Бірақ соның бәрін ол сезіне алмайды екен. Оған оның бәрі жеткіліксіз болып тұрады екен. Өйткені ол сол бір өмір бойы өзінің сол балалық дәуіріндегі бір бақытсыз шағын сол бір жарақатты емдеумен өткізеді екен. Ол енді қандай бір өкініш деп ойлаймын. Сол үшін ата-аналарға айтатыным, балаларымызды кейін осындай бір тұрмыстарды, осындай бір, қалай десем болады, қиналысты өмірді өткізуінің алдын алу үшін біз балалық шақ кезінде балаларымызға барлық махаббатымызды беріп, мейірімімізді беріп өсірсек деп ойлаймын. Кешегі айтып кеткен әңгімемді де естісеңіздер, жүректеріңіз қатты ауырады. Расында да сондай. Енді балаларды сөзсіз бір мейіріммен бақсақ деп үндеу айтқым келеді. Мен өзім енді мындай бір дүние мүлікке, ақшаға, ақшасы көп адамдарға ондай бір қызығып кетпеймін. Ол кісілерден сіздер осындай ақшаларды қайтып тауып жатсыздар деп те сұрамаймын, сұрағым да келмейді. Енді мен ойлаймын, ақша табу ол, мысалы, сіз миыңызды істесеңіз, күнделікті әрекет жасасаңыз, күнделікті мысалы жүгіріп тұрсаңыз, ақша табылады ғой, табылмайды емес. Енді менің қызығатыным, кейбір ата-аналар болады, сондай бір бір-біріне мейірлі, бірін-бірі сондай жақсы көріп тұрады, балаларына мейірімді, семьясы сондай бақытты, балаларын жақсы тәрбиелеген, сабырлылықпен, одан кейін солардың әрқандай жоспарларына, әрқандай тұжырымдарына құрмет еткен, балаларының сөзін тыңдай білген, одан кейін сол балаларын мықты орындардан оқытқан, ғылыми тәрбие алуына көмектесіп жатқан ата-аналарға қарап сондай сүйсініп қызығамын. Сол кісілерден көп сұраймын, сіздер осы балаларыңызды қалай тәрбиелеп жатырсыздар деп. Сол кезде ол кісілердің бір ортақ жауаптары болады: біз енді баламызға шексіз мейірімізді бердік, енді оған оқы, сен үйрен деп құлағына құя бермедік. Ішқылып әрқандай жасаған тұжырымдарын, жасаған шешімдеріне құрмет еттік дейді. Енді мен өзім қарап тұрсам, сол кісілер балаларына өздері жақсы үлгі бола алған. Енді мысалы, сол үшін бізде баламызды солай тәрбиелесек бола ма екен деп ойлаймын. Өзім сол кісілерден көп үйренемін. Енді бәрлеріңіз білесіздер ғой, Майкл Джексон, Маккарти үшін, ол енді әлемге әйгілі, оның дәрежесіне жете қойған әнші жоқ деп ойлаймын әзіргі кезде. Ерекше мықты әнші ғой, көп елдер оған табынады, мысалы, деген секілді. Сол енді соншылықты дәрежеге жетіпті. Ерекше, енді елдің бәрі оған былай басын көтеріп қарайды ғой. Бірақ сол өмір бойы өзінің балалық дәуіріндегі бақытсыздығын емдеп өтіпті. Өйткені ол кішкентай кезінде ода бір басқа балалар секілді ойын деген болмапты. Әкесі өте қатал екен, оны үнемі ұрады екен. Ол тек қана әнге машықтанумен өткізіпті кішкентай кезіндегі өмірін. Сонымен ол сондай бір бақытсыз дәуірлерді өткізіп, кейін сондай табысқа жетсе де, сол бір кездерін өшіре алмапты жүрегінен, сол бір жарақатты емдей алмапты. Енді ол қандай өкінішті деп ойлаймын енді. Енді соңында айтқым келгені, ата-аналарға баламызды жақсы тәрбиелейік, ғылыми тәрбиелейік. Өзімізді, ол үшін алдымен өзімізді тәрбиелейік. Өзіміз балаларымызға жақсы бір үлгі болайық. Мен ойлаймын, кейін баламыздың сырты жалтырап, іші қалтырап тұрғаннан көрі,
ішкі дүниесі махаббатқа толы, мығым бір күшке ие болса, сырты қандай қарапайым әдеттегідей болса да іштен кетпейді деп ойлаймын. Сіздер келісе ме екенсіздер? Бәрілеріңізге сәттілік тілеймін. Рахмет.